Заңды деп саналатын Макао ойын мекемесінде онлайн казиноны заңсыз ұйымдастыру фактісін агенттіктің Алматы облысы бойынша департаментінің қызметкерлері анықтады. Онлайн казинода ойыншыға жеке басын анықтаусыз, қолданыстағы заңнамада белгіленген ережелерді бұза отырып, спорттық іс-шараларға ставка қоюға, яғни ойын үстелдері мен рулеткаларда ойнауға мүмкіндік берілген. Ойындар Макао казиносының ғимаратынан жүргізілген. Ағымдағы жылдың қаңтардың 16-нан 17-сіне қараған түні департаменттің жедел тергеу тобы тінту жүргізді. Оның барысында 225,5 миллион теңге, 15 мыңнан астам евро, 719 мың рубль, 34 мың юань, 38,5 мың ақш доллары, ұялы телефондар, бухгалтерлік құжаттар, жүйелі блоктар, ресивер, бейнекамералар, мониторлар, флеш-карталар, серверлер мен бейнерегистраторлар табылып тәркіленді. Тергеу жүргізілуде қылмыстық процесті кодекстің 201 бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат жар етуге жатпайды. Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, AFM Insider телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз, анонимділікке кепілдік беріледі.